Баршаңызға қайырлы күн. Осы еттерден мен қазы жасаймын және де қазы жасау әдісін сіздерге көрсететін боламын. Сондықтан міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Осы қазыны жасау үшін ең алдымен еттеріміздің барлығын жақсылап жуып, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турап аламыз. Ең алдымен мен еттерімізді турап шықтым. Одан соң майымызды да дәл осылай ұзынша етіп турап шығамын. Етімізді майымызды турап болған соң үлкендеу ыдысымызға саламыз. Және де оның үстіне тұз, қара бұрыш, чеснок және де лавровый лист салып, жақсылап араластырамыз. Және де тағы басқа дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып болған соң мен бір күнге салқын жерге қойып қоямын. Бір күн өткен соң біз ішекке етімізді, майымызды салатын боламыз. Біз осы ішектің басын жіппен байлап алуымыз қажет. Жіпті байлау үшін өздеріңізге ыңғайлы болу үшін зубочисткамен бекітіп алып, одан соң жіппен байлаймыз. Мінекей достар, біз енді екінші жағына қазымызды салуымыз үшін біз осындай 5 литрік баклажканың көмегімен қазымызды салатын боламыз. Әрине бұл міндетті емес, әркім өз қалауларынша салатын болады. Мен осы баклажканың көмегімен саламын. Ал енді біз бастайтын боламыз. Етіміз бен майымызды осылай біріктіріп, барлығын салып шығамыз. Және де қолымыздың көмегімен біз қазыны тығыздаймыз. Етімізді саламыз, және де қолдың көмегімен осылай тығыздаймыз. Ішектің ішіне барлық еттерімізді салып болған соң, зубочисткамен бекітіп, жіппен байлап тастаймыз. Жіпті байлап болған соң міндетті түрде мен зубочистканы алып тастаймын, себебі басқа қазыларға тиіп, жыртып кетуі мүмкін. Мінекей барлық қазымызды дәл осылай жасап шығамыз. Мінекей достар, біздің қазыларымыз дайын болып шықты, және де бұны біз салқын жерге іліп қоюымыз қажет. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, сізге көп рахмет. Міндетті түрде осы әдіс бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сіздерге ас болсын.